Жалпы мен мына личный бренд жөнінде айтқым келіп отырғаны, жалпы мен лайфтайм чатқа келгенше өз өзіме дейтін сенімсіз болдым. Бәріміз де ауылдық жерден келініміз, енді мен район орталығында тұрамын. Бірақ орталықта тұрсаң да, қай жерде тұрсаң да әйтеуір келінсің ғой, ата енең бар, қайынапаларың, қайын жұрт бар, одан бөлек өзің туысқандарың бар, үкіметте жұмыс жасаймыз, бәріміздің үйімізде кішкентай бала бар. Сол бүкіл мына рутинный жизнь бар, былай қарап тұрғанда мен де үкіметте жұмыс жасаймын, иә. Сондай ортада жүріп, жалпы деймін, бастап мен личный брендті дамытып бастаған, бірақ стористер менде анда-санда салынып жүрді басында. Салынған күннің өзінде де постоянно мысалы үйде болсам, больничный отпускіде болсам, күштеп салып тұрамын да, артынан салмай қалып жүрдім. Бір сарынды болып кетті, қызық емес. Мысалы балық қуырамын, котлет қуырамын, тағы неше түрлі нелер жасаймын, иә. Бірақ өзім ішімнен біліп жүрмін да, что мен сториске шығып сөйлеп үйрену мақсатым болды да, ол қорқынышымды жайлап жеңгенмен мен әлі өз өзіме сенімсіз едім, потому что менің арманым мына инстаграм личный бренд арқылы керемет жетістікке жеткім келген болатын. Кәдімгі адамдар командама өзінен өзі қосылса екен дейтін менде арман болды. Сөйтіп жүрген кезде инстаграм дамытып жүрген лайфтайм чатқа алмашқа айттым, алмаш мен енді қалай ары қарай дамиын, потому что мен лайфтаймдарға платныйға қатыстым, ақша төлеп ай сайын 6 мыңнан. Обратная связь жоқ, бірақ мен жазбаймын, адамдар маған жазып кетеді, алып смайл қояды, тағы бірдеңе қояды, ай сайын 6 мыңнан плюс былай ақша төлеп қаншама личный бренд дамыту жөнінде сабақ алдым. Бірақ олардың бәрін пайдаланғанмен личный брендна инстаграмға қалай кіресің, профильді қалай қоясың, не істеу керек, соны үйретеді, но кәдімгі профессионалды түрде жүргізуге ешбір жаңағы оқыған жерінен үйреткен емес. Сөйтіп жүріп мен замутын личный лайфтайм чатына 2-3 рет кіріп 2-3 рет шығарып жіберіп, соңында осы кірген кезде где-то былтыр март екен, май екен, былтырлары кірдім чатқа, мартта сияқты осы 2022 март еді, июнь деймін, білмеймін қай уақытта екен, біраз уақыт болды мен кіргеніме. Осы скоро 1 жыл болады, апрельде ау деймін осы кіргенім. Осы лайфтайм чатқа кіргелі, представьте себе, мен қазір қандай дәрежеге жетіп отырмын. Менің мына лайфтайм чатқа кіргеніме ондай көп уақыт болған жоқ, 6 ай ма 7 ай ма да, уже 7-8 ай болып қалған болар. Қазір осы соңғы уақыттарда менің личный брендім арқылы мен заказды 150 балды қалтамнан шығармай-ақ адамдардан жинап алатын дәрежеге жетіп отырмын. Бірінші не жетістігім. Екінші жетістігім, менің дейтін инстаграм арқылы қазір көп адам таниды. Ата енемен, соның ішінде енемен ара қатынасым түзелді ғой кәдімгідей. Уже енеме дейтін спокойно айта аламын барлығын. Вообще негізі мына Oriflame-нан бөлек жалпы өз өзіңді дамыту деген үлкен бір сабақтар ғой. Мен қазір ойлап жүрмін бар ғой, мен именно соны практикадан өткіздім, иә. Соны өзімнің